жапырақ басып жатыр ғой біздің дастарханымызда. Көбелегімізге малиновое вареньеге су қосып беріп жатырмыз. Сәлем, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз Ер-Иық паркінде пикник және фотосессия жасайтын боламыз. Бізбен бірге Ясина влог каналы да бар. Ясина влог деп іздесеңіздер, олардың да каналына жазыла отырыңыздар. Қазір біз осында пикник жасаймыз. Міне бізде Ясина. Олар да влог түсіріп жатыр. Мінеки. Мұқаш. Видеоның соңына дейін қараңыздар, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ой, қандай күшті. Носочкиңді шешіп алғансың ба? Ойбай, билеп жатыр өзінше. Жана биледі. Чики-чики-чики, сені seviyorum. Міне билеп жатыр. Ой, чики-чики айтшы сені. Чики-чики, сені seviyorum. Сені özlüyorum. Çok дейді ғой жаным. Чики-чики, сені seviyorum. Сені özlüyorum. Достар, Ер-Иық саябағы қаламыздың ең алғашқы Астана болғалы салынған саябақтардың бірі. Сондықтан мұнда ағаштар өте көп. Бұның негізін Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қалаған екен 1998 жылы, ал 2008 жылы ресми түрде ашылған екен. Локация өте әдемі, сондықтан осы жерде фотосессия жасауды ұйғардық. Ал мұндағы күзгі пейзаж өте әдемі екен. О, біздің суши пиццамыз келді. Бекон аға дейді уже. Қайда, ой, қуанып жатыр, ар жақта секіріп жатыр. Секіріп жатыр, қуанып жатыр әлі. Пицца суши! Суши! На қыз деген дастарханның үстіне мініп кеткен ғой. Біздің пикнигіміз ал. Дәмді ме екен? Жапырақ басып жатыр ғой біздің дастарханымызда. Бұл не ол? Поезға те-те-те дедің ба? Ауа райы керемет болып тұр. Талдар да өте әдемі, жапырақтар қандай әдемі. Жетісу паркінде сары ағаштар көп болған жоқ. Ал мұнда керемет қой. Айналаның бәрі сап-сары, жапырақтар. Нағыз бәрі біздің ойымыздан шығып жатыр. Керемет. Тамақтанып алып, фотосессия жасауға бара жатырмыз. Әдемі локациялар іздеп жүрміз. Мұндай беседкалар бар екен. Осында отыру керек еді, жаңа біз білмей қалдық. Сәлем дедің ба? Жаным. Ой, күн түсіп жатыр. Ал біз фотосессиямызды бастап кеттік. Видеоның соңына фотоларды қоямын. Бағалап, лайк басып отырыңыздар. Батутқа кірейін деп жатырмыз, Аха, Ясин, Мұқаш. Сосын билеттің құны қанша екен? 1000 теңге бір балаға, без лимит осындай батутқа. 1000 теңге Ер-Иық саябағында. Онан шығып қайттан кіруге бола? Иә, без лимит, аха. Ой, біздің балаларымыз құқық ішіне кіріп.
бәрі өстіп таласып жатыр ғой. Мен де мінем деп мұқашылады. Қыздар батуттан, безлимит батуттан ерте шығып кетіпті. Анда контроль жоқ, адам көп. Ясина тісін ауыртып алды, сонымен батуттан шығып кетіпті қыздар. Айша, біздің Айшаның вафли дүкені бар ма не? Мәссә. Онда не бар? Ролик тебетін жер ғой дем. Ролик тебетін жер екен. Бағасы қанша екен? Прокат. Роликті жалға беретін жерде ешкім болған жоқ. Ой-бай, на жігітті қара, привет. Ол Супермен ғой? Супермен. Нет, нет. Человек-паук. Ал енді жазғы сырғанақ тебуге кеттік. Ой, мұқаш сырғанап келді. Қазір келесі кім сырғанайды екен? Ой, ажартай келатыр, ажартай. Қорқтың ба не? Қорқпашы жаным. Вау, Ясин! Күшті ма? Күшті ма? Қол тимейді ма? Давайте. Болды. Мен қазір бара жатырмын. Жаман биік мынау. Қазір қыс емес. Ой, қазір қыс емес, бірақ бәрібір осы публиктарда сырғанап жатыр. Мұқаш, Ясин, анақта ажар. Аяғын көтер. Катя, кеттік. Так, давайте, ага. Давайте. Ой, біздің үйге әдемі осындай көбелек кіріп келді. Қандай әдемі, парктен еріп келді бізге. Енді бізбен бірге тұрады, е? Қанатын жапса қап-қара. Өліп қалады, бұлар ұзақ өмір сүрмейді ғой, е? Ой, қандай әдемі. Ұстайыншы сені. Ашып тұрады. Біздің красавицамыз. Әрі бері. Ашып жүр. Красавица. Ой, саған варенье беру керек қой, варенье. Біздің үйде гүлдеп тұрған жоқ пока.
көбелегімізге малиновый вареньеге су қосып беріп жатырмыз. Ішіп жатыр, көрдіңіздер ма? Ана ұзын палочка. Сол оның ішетін, нектар ішетін. Тілі, аузы. Басында түсінген жоқ, қорықты ұстаған кезде. А енді отырып алып, рахаттанып, ішіп отыр. Сүйкімді. Мұнда болгарский перец ашып жатсам. Ішінде міне көбелектің коконы. Құрт осының ішіне кіргенде не істеген? Жеп наның бәрін коконға айналғанда көбелек болып жарылып шыққан кезде ол сыртқа шыға алмай өліп қалыпты. Мына қараңыздар. Көбелек өліп жатыр. Анау кокона мінекей. Көбелегіміз тойып алып, енді әрі-бері ұшып жүрмәз болып. Қарны аш болған екен ғой бұның. Қандай сүйкімді. Біз көбелегімізді далаға босатып жібереміз деп шештік. Қазір ұшырып жібереміз далаға. Так. Ой, кетті. Ой. Кетті біздің көбелек далаға. Так. Ұшып кететін шығар босаған бойда деп ойласам, босанған бойда. Ол қабырғаға қонып тұр. Кеше сиропқа әбден той болған ғой деймін, қарны аш емес сияқты. Солай далаға босатып жібердік.